Саламатсыздар ма балалар? Әдебиет сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы күй атасы. Сабақтың мақсаты күй атасы Құрманғазы туралы түсінік беру. Берілген суреттегі оқиғаны әңгімелеу. Балалар, Құрманғазы атамыз туралы кішкене дерекпен танысып өтейік. Қазақ даласын асқақтата, жігерлі күйлермен тербеген ұлы күйші композитор Құрманғазы Сығырбайұлы 1818 жылы Бөкей хандығы қазіргі Батыс Қазақстан облысының Жаңақала ауданына қарасты Жиделі деген жерде дүниеге келді. Шыққан тегі кіші жүз, 12 ата, бай ұлынан өрбіген. Салтан Сейхтің Қызыл құрт бұтағы. Құрманғазының 7-ші аташы Ерші деген кісі от тілді, орақ ауызды, сөз дарыған адам болыпты. Ал нағашы жұрты Беріш руы. Құрманғазының әкесі Сағырбай өнерден алыс, қақ соқпен ісі жоқ қарапайым шаруа адамы болатын. Шешесі Алқа адуынды бірбетке ер мінезді кісі болған. Той думалақта күресетін палуан әйел атаныпты. Бала кезден еркек шора болып өскен Алқа келін болып түскенге дейін ойын тойдың көркін кіргізетін. Құрманғазы жастайынан жұрт назарына ілікті. Оны күй өнеріне баулыған әрі алғашқы ұстазы ұзақ күйші болатын. Бала Құрманғазы ұстазымен ел аралап, қара домбырасымен талай сайыстарға қатысты. Сол кездегі Бөкей ордасының атақты күйшілері Байжұма, Баламайсаң, Байбақты, Соқыр Ешжан, шеркештердің күйлерін үйреніп, шеберлігін шыңдайды. Екінші тапсырмаға қараймыз, мәтінді түсініп оқы. Құрманғазы. Ақмаңдай қыз құрбыларымен бірге өзен бойлап жидек теріп қайтқан. Жүзі жайнап, үйге көңілді енді. Төр алдында бұрын көрмеген бейтаныс қонақ отыр екен. Егде тартқан ата-ананың жалғыз қызы Ақмаңдай ешкімге артық көз тоқтатып қарамайтын ер мінезді, ерке бойжеткен болатын. Сол әдетімен үйдегілерге мойын бұрып қарамастан үкілі сары домбырасына қол созған. Домбыраны алып, жүк аяқтың алдындағы көрпешеге жайланып отырды. Алғашқы 1-2 қағыстан ақ құлағы теріс бұралып қалғанын байқады. Ол қабағын шыта ата-анасына қарап, мынаның құлағына кім тиген деді. Олар не дерін білмегенде төр алдындағы қонаққа қарады. Қонақ үнсіз қыз қимылын бағып қалған. Ерке қыз сөзін екі қайталамады. Домбырасының құлағын өз бұрауына түсіріп алды да бір күйді тарта жөнелді. Бұл Адай руының енді аты шыға бастаған өнерлі қызы Ақмаңдай болса, тартып отырғаны Адай атты күйі еді. Қонақ қыз тартқан күйді қалт етпей тыңдады. Күй аяқталысымен саңқ еткен үнмен «Қарағым, домбыраны берші, күйдің күйін кетірдің ғой» деді. Мұндай сөзді күтпеген Ақмаңдай сасқаннан домбыраны бейтаныс қонаққа ұсына берді. Ата-анасы да аң-таң. Бұл өңірде Ақмаңдаймен өнер жарыстырар күйші аз болатын. Оның үстіне жаңағыдай сөзді бұрын-сонды естімеген еді. Қонақтың домбыра тартысы, тартқан күйі үйде отырған 3 тыңдаушысын сиқырлап тастағандай. Мына қонақтың тегін адам еместігі, ерекше жаратылысы, ерен өнері еріксіз мойындатқызып бас игізген жайы бар. Күй аяқталғаннан кейін үй іші демін іштен алып бір сәт үнсіз отырып қалды. Сәлден соң үй иесі қарт: «Шырағым, домбыра тартысыңнан байқап отырмын. Қызылқұрт руынан шыққан Құрманғазы деген күй құдіреті бар деуші еді. Сен сірә сол боларсың» деді. Күйшінің саусақтарына қарап қалған қыз енді оның жүзіне қарады. Қонақ еңселі, ер тұлғалы, жүзі келісті, келбетті кісі екен. «Болсақ болармыз» деді қонақ сәл күлімсіреп. Бұл теңдесі жоқ тума талант, біртуар тұлға қазақ халқының ұлы композиторы Құрманғазы Сағырбайұлы еді. Сонда тартқан күйі серпер екен. Үшінші тапсырма
мәтіннің авторы Ахмет Жұбанов. Ахмет Жұбанов 1906 жылы туылып, 1968 жылы дүниеден өтті. Ақтөбе облысы Темір ауданында дүниеге келген. Ол композитор, қазақ музыкасын зерттеуші, көрнекті ғалым, дирижер. Құрманғазы атындағы ұлт аспаптар оркестрін құрған, Абай операсын жазған авторлардың бірі. 5-ші тапсырмаға қараймыз. Берілген суретте мәтіндегі қандай оқиға бейнеленген, әңгімеле дейді. Бұл суретте Құрманғазының қонақта болуы, ақмаңдай қыздың күй тарту шеберлігін көруі және Құрманғазы атаның күй тартқан шеберлігіне үй ішінің тамсанып еріксіз бас июі туралы бейнеленген. Оқулықтағы 6-ші тапсырмаға назар аударайық. Қазіргі күйшілерден кімдерді атай аласыңдар? Секен Тұрысбеков, Асылбек Еңсепов, Айгүл Үлкенбаева. Оқулықтағы 7-ші тапсырмаға қараймыз. Пікір, күй тарту қазақ халқының ұлттық өнері. 2-ші дәлел. Күй бұл қазақтың көне заманнан бүгінгі күнге дейін жеткен ең келі де қастерлі өнері. Ұлы күйшілер Қорқыт, Асанқайғы, Құрманғазы, Дина. Олар сан ғасырлық тарихымызды домбыра үні арқылы жеткізе білді. Күйдің түрі көп: сарыарқа, аман бол шешем, аман бол, қара жорға, тағы басқа. Қазақ аналарының арасынан тұңғыш күйші болған Дина Нұрпейісова. Ол біздің мақтанышымыз. Сол Дина анамыздың жолын жалғастырушы қазіргі атақты күйші де сол топырақтан туып өскен асыл апамыз Айгүл Үлкенбаева. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар балалар.